Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге печенье жасап көрсететін боламын. Ішінде начинкасы бар. Енді біз қажетті затымыздың барлығын дайындап аламыз алдын ала. Барлығы бөлме температурасында болуы қажет. Ең алдымен біз қаймақпен бөлме температурасында тұрған майымызды жақсылап араластырып аламыз. Майымыз міндетті түрде бөлме температурасында жұмсақ болуы қажет. Екеуін миксермен араластырсақ та, қолмен араластырсақ та болады. Екеуі жақсылап араласу үшін мен қолмен араластырдым. Міне бізде осындай сұйықтық шықты. Енді үстіне қамыр қопсытқышымызды салып, тағы бір араластыратын боламыз. Ешқандай жұмыртқа қоспаймыз. Енді үстіне белгіленген мөлшердегі ұнымызды бөліп салатын боламыз. Қолымызға жабысқақ қамыр пайда болады. Қамырымызды 10-15 минутқа демалдырып қоямыз. Қамырымыз өте жұмсақ, қолға жабысқақ болғандықтан біз ұнның көмегімен жайып алатын боламыз. Енді үлкен бөлікті қамырымызды бірнеше бөлікке бөлеміз. Мен 5 бөлікке бөліп алдым. Достар, менің каналымнан неше түрлі тәттілердің, печеньялардың, басқа да рецептерін таба аласыздар. Міндетті түрде мен басқа да видеоларымды көрсеңіздер болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай ұнның көмегімен оңай жайылады. Өте жұмсақ болады қамыр. Жайып алып, осылай бөліп шықтым. Менде осындай варенье, өте қою варенье. Сіздер творог немесе вареная сгущенка қолдансаңыздар да болады. Мен малина мен вареньяны қолдандым. Енді екі шетін бүгіп, осылай басып, ортасын тағы да бір басып, айналдырып, орап шығатын боламыз. Сонда екі шетінен вареньямыз ағып кетпейтін болады. Түсінікті болу үшін тағы да бір көрсетіп өтейін. Екі шетін осылай бүгеміз. Екі шетінен басып отырамыз. Өте тамаша болып шығады. Дүкеннен сатып алғанша қолдарыңыздан жасасаңыздар болады. Алдын ала қызып тұрған пеште 15-20 минуттың көлемінде пісіріп алдым. Міне бізде осындай печеньялар шықты. Шеті дұрыс бүгілмегендерінен вареньялар шығып кеткен екен. Сондықтан екі шетін жақсылап бүгу қажет. Енді біз дайын піскен печеньяларымызды сахарный пудраға аунататын боламыз. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі деген өте керемет. Балалар бір жасағаннан жеп қояды. Өте тамаша болып шықты. Күнделікті балаларға жасап берсеңіздер болады. Міне өте жұмсақ, өте дәмді болып шықты. Үгілмелі печенье жасап үйреніңіздер. Ас болсын, сіздермен болған Айдана.